салған емеспін. Мен ойладым негізінде осымен тынышымен қоя саламыз деп, бірақ енді бүгін кешірім сұрап келіп тұрғаннан кейін салу керек болды. Барлығы білсін деген сияқты. Бізде енді тек қана таныстық болды ғой, бізде жұптық та болған жоқ. Сол себепті де тек таныстық болды, таныстық барысында бір-бірімізді білдік, таныдық. Әркенде жақсы жігіт өте. Болмағаннан кейін хайырлысы дедік, әр адам просто танысып көреді ғой. Солай қабылдадым енді. Қыздың назы бар дейді ғой, мен бір ренжимін, екі ренжимін, потом уже жаймен-жай қоя беремін. Қыздар түсінетін шығарсыз. Мен даже стористерге де салған болатынмын сол уақытта. Құдайым ау, мен тұрмысқа шыққан жоқпын. Я, орамалды маған қонақ ретінде тақты, қасында құрбым да болды, құрбыма да тақты. Ол жақта өзінің салттары бар екен. Сөйтіп келген қонақтарға қолдарында сыйлық болмаса жаулық жауып, жаңағы күтіп алады екен. Енді анасы мені көріп тұрғаннан кейін келіп сүйіп жаулықты жаққан болатын. Бұл жерде ешқандай мен тұрмысқа шыққан жоқпын, ешқандай да әңгіме болған жоқ, ондай тек қана бізде таныстық. Сол бір момент болып қалды, менде ондай болады деген ой болған жоқ. Адамдар қалай қабылдайды деген әрине қорқыныш болды, бірақ түсінетін шығар дедім. Бірақ енді мен тұрмысқа шығып кетті, Бішкекте қалды деген нәрселер өкініш. Ондай өсекті қойыңыздар, құрметті менің достарым. Ал қалғандары барлығы нормально. Бұйырса ол видеоны алып тастайтын боламыз. Сол себепті де түсіністікпен қараңыз. Біз енді әргенмен жақсы мәміледе қалдық қой. Бұйыртса Алматыға келген кезде маған хабарласа болады. Мен Бішкекке барған кезде де тоже хабарласып тұр деді. Бізде ондай араздастықпен, ренішпен кеткен жоқпыз. Ешқандай ренішім жоқ. Кешірдім, барлығы жақсы. Әргенде өте жақсы жігіт. Осындай кішігірім таныстықта өзін көрсете білді. Сізге көп рахмет. Мың болыңыз, сіз бақыттыңыздамыз. Уже этот мир абсолютно понятен.